Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ешқандай ашытқысыз жасалатын 20 минутта дайын болатын бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм айран қажет болады. Айранның үстінен 1 шай қасық содамызды қосып, араластырып бетін жауып қоямыз. 5 минуттан кейін бетінде осындай көпіршіктер пайда бола бастайды. Оның үстінен тұз қосатын боламыз және өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2-3 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Оның үстінен 1 жұмыртқаны қосамыз да 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егерде үйіңізге аяқ асты қонақ келе қалса, бауырсағымызды бар жоғы 20 минутта ыстықтай пісіріп берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң, енді үстінен керегінше ұнды саламыз да жақсылап илеп аламыз. Иленіп дайын болған қамырымыз осылайша көрінеді. Одан кейін оның үстінен кішкене май жағып 10 минутқа тынықтырып қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып, екі жағына да ұнмен сеуіп шығамыз да, осылай жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа болмайтындай қалыңдықта жақсылап осылай жайып шығатын боламыз. Келесі стаканымызды аламыз да, осылай домалақтап кесіп алатын боламыз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін кішкене тынықтырып қоямыз да, қызып тұрған майымызға салып, біртіндеп жақсылап қуырып аламыз. Осылайша біздің ашытқысыз дайындалатын бауырсағымыз жақсылап көтеріліп ісіп шығатын болады. Тіпті дрожбен де бұлай кейде бауырсақтар көтерілмейді. Біздің бауырсағымыз дайын болды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіз.